Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khayr. Assalamu алейкум wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі дәрісімізде өтетін әрпіміз ол нун әрпі. Яғни нун әрпінің фатха, кәсіра, даммамен және де сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында және де басқа әріптермен қосылуын өтетін, үйрететін боламыз. Онда бисмилля бастайық. Нун әрпі, яғни фатхамен келгенде нә, кәсірамен келсе ни, даммамен келсе ну. Нә, ни, ну. Ары қарай жалғастырамыз. Ән, ин, зин, мән, мин, нәм, әнтә, нимтә, әнтум, нимтум, назиру, назину. Жалғастырамыз. Әмәрнә, умирнә, мәрорнә, мурирнә, әмрорнә. Құрметті көрермендер, міне қазір тағы да нун әрпін басынан аяғына дейін тағы бір рет қайталап өтеміз. Зейін қойып, тыңдап, бірге қайталайық. Нә, ни, ну. Ән, ин, зин, мән, мин, нәм. Жалғастырамыз. Әнтә, нимтә, әнтум, нимтум, назиру, назину. Қайталаймыз. Әмәрнә, умирнә, мәрорнә, мурирнә, әмрорнә. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі дәрісімізде өткен әрпіміз ол нун әрпі. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.